Сәлем достар, мен Айжан. Бүгін біз жазға арналған шөлді қандыратын сусын мохито дайындаймыз. Ең бірінші кивиді тазалап, жалбызымызды жуып, дайындап аламыз. Ыдысымызды аламыз. Мен осындай ыдыс қолдандым. Ең бірінші 2 стакан, кішкентай стаканмен 2 стакан барбадос құйдым. Содан соң мұзды салдым. Жалбызды салдым. Және де кивиді салып шықтым. Кивиді қалай турасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен осындай 1,5 литрлік сарыағаш алдым. Енді сарыағашты толығымен ыдысымызға құямыз. Сіздер спрайт та қолдансаңыздар болады. Және де осындай таяқшамен араластырамыз. Бізде өте дәмді шөл басатын сусынымыз дайын болды. Тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қойсаңыздар, киви мен жалбыз дәмі бір-бірімен үйлесіп, керемет шығады. Сіздерге ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.